Бірде нағашы әжем үйіне бардық. Мамам екеуміз. Ес білгелі анашым қыздардың үлкені болған соң ба, әлде әкесі марқұм. Ақ шолпан, саған ырысымды беріп барамын. Екі қалтам болсын айналайын қалқам. Бірі өз қалтан семьяңның, екіншісі ұры қалтан. Ұры қалтаңнан анда-санда бауырларыңа беріп қой. Бауырларын жалтақтап біреуге алақан жаймасын. Көрімде өкіріп жатпайын. Мен олай-бұлай болып кетсем, дорбаңнан ауысқанын бауырларына берерсің, деп өсиетін айтып кеткен. Содан болар анашым әкемнен кейде жасырып береді, кейде қашырып береді. Бірде әкем менің кеше алған жемпірім қайда деп мамадан сұрады. Мамам тілін тістей қойды. Я, алдындағы күні інісі келіп, шолпан, мына жемпір күшті екен, бүгін бір досым армиядан келіп еді, бір киіп келсем бола ма, деді. Нағаш ағам үстіне жемпірде кигені сол еді, өні ашылып шыға келді. Мамам інісіне сүйсініп қарап, көке басау, қандай сұлу едің, папамнан айнымай қалдың ғой деп босап, бауырын құшақтап, бетінен сүйіп, кие ғой, өзіңе құйып қойғандай екен деді. Жездем ұрсып жүрмей ме, деді інісі кібіріктеп. Анам басын шайқады. Енді әкем дәл сол жемпірді іздеп жүр. Мен үндемей кітап оқып отырмын. Бір кезде ашуланған папам анашыма қатты дауыс көтеріп ұрысты. Мен оны қаладан складтан сатып әкелдім деп бастап келе жатыр еді мамам. Әкемнен айнымай қалды. Шаңғытжан, қойшы, сол жемпір үшін ұрыспайықшы деді. Папам нағаш атамды қатты сыйлайтын әрі именетін. Ақ папам, нағаш атамды солай айтатынбыз. Әкемнің анашымды алып қашып кеткеніне ырза болмаған. Себебі атама үзеңгілес досы Ысқақ. Мен мына өмірде жақын арада кетемін. Саған деген аманатым бар. Шолпан жанды ұлыма берерсің. Аманатыма қиянат жасама деп өлер алдында айтып кеткен. Ал менің әкем мамамды алып қашып кетіп, атам содан әкеме ренжірлі болатын. Содан да болар кім білсін, атам туралы айтса, әкем тілін кесіп тастайтын. Екі дорба тәтті-тәттімізді алып мамам екеуміз нағашы әжем үйіне келдік. Далада нан жауып жүрген нағашы жеңешем екі иығын жұлып жеп тұрған самауырын лезде үйге әкеп, дастарханды біз әкелген тәттімен жайқалдып жіберді. Мәре-сәре болып отырғанбыз. Үйге әжемнің тағы бір келіні қызын құшақтап келді. Өлә, жаман емес қой жағдайларыңыз. Біз отырмыз андаш болып деп ернін сылп еткізді. Сол кезде ешқашан келіндеріңе дауыс көтеріп сөйлемейтін әжем жаман көзімен атып қаратты. Тәйт жағың қарыссын, не жұтты шақырып отырсын? Қатын ашпын десе елде жұт болады. Қараңғалға мыңғырған малдарын тұр ғой, о несей деп әбден ұрысты. Келіні, апау, мынадай апельсинді біздер тек жаңа жылда көреміз ғой. Соны айтқаным ғой, әйтпесе Құдайға шүкір ғой, аузымыздан ақ майымыз ағып отыр деп сылқылдап күлді. Шүкіршілігіңді ұмытпайын алайын. Аштық жылында да халық ашпыз деп айқайламайды. Жақсы сөйлеп үйренейік, деді. Бұл күздің мезгілі болатын. Сол жылы қыс қатты болды. Папам жан ұшырып, апыл-ғұпыл киініп жатыр. Мамам болса, Құдай, бауырларының несібелерінен арыла көрме деп жылап тұр. Әкем 3 күннен соң ауылдан келді. Құры сүлдері қалғандай ұнжырғасы түсіп, өмірде былай жыламаған шығармын. Қарау мүмкін емес. Жылқылардың барлығы судың ішінде қатып қалған. Бәрі кетті. Тек бір құлынды алып қалдық деді. Есіме нағашы әжемнің сөзі түсіп кетті. Нағашы жеңешемнің тілі ащы болатынды пейілінен тапты. Бұл әңгімені не үшін жазып отырмын ағайын? Кеше ауырып жатып бір порталды қазақ аналары аш деген мақаланы көріп қалдым. Оқып құласып кеттім. Қолдарына қағаз ұстаған әйелдер мен ашпын деп айқайлап жатыр. О Құдайым-ай, әй көке бастар, не жамандықты алыстан шақыртып жатсыңдар? Сендерге өзі не көрінді? Карантиннің болғанына 1 айда болған жоқ. Жалақтап шыққандары не мынау? Өткенде мен осындай әйелдердің жаман энергиясынан ауырып қалған екенмін ғой деймін іштей. Ей әйелдер, сендердің неге ниеттерің бұзылып жатыр? Не көрінді қара бастарыңа? Ашпыз деп сонау зұлмат жылдарында да аналарымыз айқайламады ғой. Малдың терісінде қайнатып іштемес пе? Сонан соғыс кезінде бір уыс бидай үшін сотталып кетеміз деп аналарымыз қан майдандағы күйеулер үшін аш отырса да ашпыз демеді ғой. Неден осыншама біздің қазақ әйелдерін пейілдері тарылып барады? Олардың байлары бола тұра неге ашпыз деп
деп дүйім елдің алдына қазақ деген қайсар ұлтты жер қылады. Уа халайық, ашпыз деген әйелдерді басудың орнына неге жаман жұртты шақырып отырсыңдар? Не көрінді сендерге? Әжем марқұм қатын құтырса жұт болады дейтін еді. Әлем аты жаман індеттен қалай арыламыз деп жатса, жардай бұл семірген қазақ әйелдері плакаттарын ұстап ашпыз деп жүр. Мен үшін үшінші күн болды аш ішпегеніме. Тамақ батпайды, ештеңеге зауқым жоқ. Италияның жайын көріп жылаймын, қорқамын мен мына індеттен. Күніге Еуропада 1000-нан аса адам қырылып жатыр. Олар аштықтан қорқып жатқан жоқ, олар аштыққа шыдаймыз. Мына індеттен сақташы Құдай деп үйлерінде жалбарында. Расында мына әйелдердің пейілінен қорқайын дедім ағайын. Бір сәтке планетаны тоқтатып түсіп қалғым келеді.